Ставрула Цулакиду, Нана Дзагнидзе, Кипр, Гран-при. Е4, С5, Сицилиан қорғанысы, АТФ Е6, Паульсен варианты, Д4, СД, ат Д4, ат С6. Ат С3, вәзір С7, бұл енді Марк Евгеньевич Таймановтың сүйікті варианты. Піл Е3, ат Ф6, ат Б5. Бірден, мына вәзірге шабуыл жасайды. Вәзір Б8, өткен мына Д6-дағы торды бақылауда ұстау керек. F4, A6, өзіміздің аумағымыздан қуып шығу. Сарбаз негізгі орталыққа қойды, АБ алдық және Б4. Бірден мына С3-тегі атқа шабуыл жасайды. Бұл атты мен үнемі айтам, өрт сөндіргіш немесе қорғаушы деген лақабаты бар. Ат Б5 және Б6. Өткен мына Б6-дағы торды да бақылауда ұстау керек. Өткен қарсылас мына жерге кіріп кететін болса, онда жағдайымыз қиындап кетуі мүмкін. FG, піл Ж7 және ат Д6. 8 аяқ ат, бірақ жалғыздың үні жаяудың шаңы шықпайды. Соған байланысты жалғыз ат әрине сізді жеңе алмайды. Патша Е7, ат С4 және тура А6. Мына Б6-дағы сарбазды қорғау керек. Піл Д3 және Д5. Сарбазды негізгі орталыққа қоюдың амалы. Ат Д2 және піл Б2 қомағайлар қатарына кірдік. Мына жерге шабуыл жасадық. Әрине біздің жағдайымыз патшаның қорған сонша емес, бірақ сонда да мына Б2-дегі сарбазға да мән беруіміз керек. Рокировка және тура А3. Мүмкіндік бар болса, 3-ші және 6-ші қатардың қаншалықты маңызды екенін сіздер жақсы білесіздер. Піл F2 неге бұлай жүргенін түсініп тұрған жоқпын. Ең дұрысы тура Б1, мына турамызды сақтап қалу керек еді, бірақ піл F2 алдық, енді піл А6, мына пілдің белсенді екенін біліп тұрмыз. Сол себепті айырбастауға тырысуымыз керек. Піл H4 шах және патша D7. Егер де орталық тұрақты болатын болса, онда патшаңыз да рокировка жасамаса да болады. Бұл енді күрделі ережелердің бірі, бірақ біліп жүріңіздер. Алдық және ат F3. Ақтар ойлап тұр, осы қазір патшаның рокировка жасамағанын әдемілеп тұрып пайдаланады деп. Бірақ ол күмәнді. Тура А3, вәзір F6 және вәзір Е8. Мына F7-дегі сарбазды қорғау керек. F5 әрине мына F жолын, Е жолын, Д жолын және С жолын осы үшеуін ашуға тырысу керек. Өйткені мына патшаның түбіне жету үшін. Тура Ж8, енді жартылай ашық жолға турамызды орналастырамыз. Ат Ж5 және ат тура А2. Ештеңеден қысылып тұрған жоқпыз, өйткені біз білеміз, патшамыз керек болса С8-ге қашып кетеді. Вәзір H6 және тура Ж5 қауіпті аттың көзін жою керек, өйткені мына қазір нанды алуға мүмкіндік болады. Көріңіздер ме? Біздің басымдық өсіп баратыр. Алдық және піл вәзір Ж5. Вәзір Ж6 біріншен мына жерге шабуыл жасау болады болашақта, соңғы мына жерге шабуыл жасаудың амалы болады. Мына аттың қорғаушы деген, өрт сөндіруші деген лақабаты бекер емес, жақсылап тұр, қорғап тұр. Вәзір F4, тура C2 қомағайлар қатарын қырып атырмыз, және мына қомағайлар қатарына кірудің амалы. Ж3 сарбазды негізгі орталыққа қойдық. Ештеңеден қорқып тұрған жоқпыз, біліп тұрмыз. Біздің жағдайымыз жақсы, себебі орталық тұрақты, бұл патшаға шабуыл жасайтын ешкім жоқ. Вәзір F8 және ат Е7. Қайтадан мына атымыз бізді тамаша қорғайды. А1, вәзір Ж5, енді болашақта вәзір Е3 деген екіншіден мынаны қорғауға да тырысу керек. Вәзір F1, вәзір Е3 шах, патша H1 және вәзір Е2. Мына жерге шабуыл жасаудың амалы. Вәзір Ж1 және ат F5. Дәл қазір ат Ж3, H және вәзір H5 деген әрекетті жүзеге асырғымыз кеп тұр. Піл артқа қарай шегінді және Б3. Мынаны өтетін сарбаз екенін сіздер өздеріңіз тамаша біліп тұрсыздар. А7 шах, патша С6, Вильгельм Штайнисті есімізге түсіреміз, патша өзін өзі қорғай алады. Тура F7 және Б2. Ат бізді енді қызықтырмайды, мына ат деген. Сол себепті мына сарбазды вәзірге айналдырудың амалы. Шах, D7, Б6 және тура С1.
былай да байлап тастадық, әдемілеп тұрып. Шах және патша c8. Осымен ойын аяқталды, өткені мына E1-дегі пілді қорғайтын ешкім жоқ. Осындай тамаша партия. Нана Дзагнидзе жеңіске жетті, қаралар жеңіске жетті, ал ақтар жеңілді.